биыл қарап отырсақ кітапхан жобасының премьерасы деп айтсақ болады. Жұлдыз ауру дейсіз бе? Жоқ, ондай. Өзіңіздің осы уақытқа дейінгі оқыған кітаптарыңыздың ішінде бір фавориті бар шығар. Сабырсыздық танытып қаламын, ашушаңмын, ұрысып тастаймын кейде. Қазіргі Жайдарманның әзіл саласына көңіліңіз толады ма? Қазіргі зумер және альфа ұрпақтарды кітапқа баулу қиын дейді ғой. Балаға бер, еркіндікті бер. Балаға бер, сен дархандығыңды, қазақы дархандығыңды бер, қазақы батылдығыңды. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Алшы интеллектуалды сұхбатының бүгінгі алғашқы қонағы Хамит Ердехан, оның жүргізушісі мен Мадина Қали. Хамит аға сізді барлығы Жайдарман және кітапхан жобасы арқылы таниды. Дегенмен де көрерменге өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз. Енді білмеймін ғой, мен өзім не деп таныстырамын, әйтеуір келе жатырмыз ғой. Қаншалықты кімге қымбатпыз, қаншалықты кімге арзанбыз деген сияқты өткенде Мұқағали Мақатаевтың өлеңі сияқты ғой. Біреуге асылмыз, біреуге ешкім емеспіз деген сияқты. Сол Жайдарман ойнадық. Білмеймін, өзім техникалық нені академияны бітірсем де сахнаға шыққымыз келіп тұратын еді ғой, бір сол Құдайдың ерекше қылып жарататындығы да сонда шығар, ондай адамдар сахнаға шығып, халықтың алдында әйтеуір өлең оқысақ та, өлең айтсақ та, ол жаңағыдай КВН ойнасақ та, әйтеуір мына халықтың ықыласына бөленіп, солардың сүйсініп отқандығынан бір ерекше ләззат алатынбыз. Балғын сәттен бері жан дүниемізде ұялаған сол бір құштарлыққа қиянат жасамайық деп келе жатырмыз әлі жұрттың алдында, білмеймін енді. Қаншалықты келе жатырмыз, қаншалықты дұрыс бара жатырмыз деген сияқты ол жауапсыз сұрақтардың айналасында өмір сүріп келе жатырмыз қазір енді. Осы тұста сіздің биографияңызды оқысақ, әдебиетке де, өнерге де қатысы жоқ, көлік техникасы және құрылыс факультетін тәмамдапсыз. Бұл мамандыққа негізі қалап түсіп пе едіңіз? Бізде ол оқуды мектеп бітіргеннен кейін шыны керек ол, бізде бір негізі мына мамандықты таңдаймын, осындай маман иесі боламын деген нақты ондай сенім болған жоқ. Ең бастысы қалаға барып оқуға түсіп, сол бір үлкен жетістік болды. Сол кезде қолдан келгенше әйтеуір әке-шешелеріміз, қалада жүрген аға әпкелеріміз қарайлап, сұрастырып жүріп, жаңағыдай ең жақсы мамандық, ертең бітіргеннен кейін қай жерге барсаң да әйтеуір жұмыс табыла кететін сондай тиімді мамандықтарды қарайлап жүріп, осы теміржол жақсы екен деп, Мұхамеджан Тынышпаев атындағы теміржол Ақмола филиалында оқуға түстім. Сосын филиал бізде 2006 жылдың соңында жабылды дағыны. Біздің головной мына жерде басты ғимарат Шевченко мен Масанчыдан қиылысында. Сол жерге келдік. 2008-де келдім мен. Бір жыл заводшыны ауысып кеттім дағыны, өзім теміржолда соқты мамандығым бойынша жұмыс жасап, болмай кетті темір терсектің арасында. Мен бірінші курстан бастап осы КВН-ге қатыстым, өлең айтатынмын сахнала үнемі. Мені жақсы көретін Астанадағы өзім директорлерім, ректорлерім, енді үлкен емес ол филиал болғаннан кейін мені жақсы көретін, қонақтар келсе, комиссия келсе, міндетті біз өлең айтатынбыз, КВН ойнайтынбыз, сөйтіп күлшелі бала сүйкімді болып жүрдік сол кездерде. Кейін осы жаққа мен сол ары қарай жұмыс жасап кетемін деп ойладым өзім мамандығыммен. Кейін болмай кетті ғой, кейін келдім осы жаққа 2008-де келіп, ең алғашқы рет сол Жайдарманда 2008 жылы ойнадық. Бірақ біз 2006-да бастағанбыз Жайдарманды сол жақта Маусымашардан. Негізгі кәдімгі премьер-лигаға келіп, 1-8-ден бастап осы 2008-ге келіп Алматыда қатысқанбыз. Содан бері келе жатырмыз. Осы адамды күлдіру жылатудан да қиын деп айтады ғой. Осы әдебиетпен әзілді екеуін байланыстыра отыра кітапхан жобасы пайда болды. Осы биыл қарап отырсақ, кітапхан жобасының премьерасы деп айтсақ болады. Өте қатты танымал болып жатыр, әлеуметтік желіде үзінділері таралып жатыр деген секілді. Осы кітапхан жобасының ең алғашқы шығуына не нәрсе түрткі болды? Негізгі миссияңыз осы деп ойлайсыз ба? Енді адамның
өмірдегі миссиясы әркімдікі әрқилы болады ғой. Ал мен мына қазір жасап жүрген жұмыстарымның ішіндегі бір жетіп отқан жетістіктерімді бір жеттім, жетілдім, толдым, тасыдым дегендігім емес. Шынын айтайын, маған қатты бір қуаныш пен бақыт, болмаса шаттық болып әсер етпейді екен маған. Күнделікті әйтеуір өзімнің көріп жүрген күнделікті күнім, өзім оқыған кітаптар, ол кітаптарды оқыған кезде мен осы жұрттың алдына шығып кетемін, болмаса жұрт таниды екен, жұрт таныса екен осы кітап арқылы, әзіл арқылы. Мен өзімде бір рахат аламын өзім. Ғашықпын сол нәрсеге. Мысалы жаңа сахнаға шығып, біз жайдарман ойнаған кезде, одан кейінгі нәрселер еді ғой халықтың танып жататындығы. Сізбен суретке түсейік деген нәрселер, халықтың алдында жүрміз деген сұрақтарға елеңдей бастағанымыз. Одан кейінгі нәрселер, ал оған дейінгі нәрселер ол мүлдем басқа әлем, басқа сезім. Осы бір сезімді сезіну үшін ғұмыр кештік қой. Осы жайдарманға қанша уақытымды арнадым, мен сонша уақытымның ішінде мен неше түрлі қызықтарды да, неше түрлі сахнаға шығатын кездегі сезімді ол айтып жеткізе алмаймын оны. Біледі оны, жаңағы ұрыны ұрыстайды деген сияқты түсінетіндер түсінеді. Осы қазіргі зумер және альфа ұрпақтарды кітапқа баулу қиын дейді ғой. Бірақ сіздер бұны дәлел жоққа шығардыңыздар. Бір сөзбен айтқан кезде, тіпті енді қазіргі альфа, зумер ұрпақтар цифрлы дәуірдің адамдары сіздің видеоларыңызды жан-жаққа кесіп талып, тіпті сізге арналған фан парақшалар ашып тастаған, иә? Сол кезде өзіңізде бір жұлдыз ауруы сияқты бір дүниелермен ауырып көрмедіңіз бе? Ондай бір сезім болды ма сізде? Жұлдыз ауруы дейсіз бе? Жоқ, ондай. Енді жас кез қазір енді 38-деміз ғой, оны 25-ке, 25-те, 26-27-лерге дейін болса болған да шығар. Мен қазір ол кезімді нақты санамның несінен өткізе алмаймын, сүзгісінен нақты қандай болғандығым. Сырт көзге бәлкім сол кездерде бір жұлдыздық не болған шығар. Бірақ енді қазіргі айтып жатқан сөзімен оқып жатқан кітабым, өмір танымы менің кездейсоқ келген жоқ. Сол кезден болды бойымда. Қаншалықты әйтеуір жас болсақ та, қаншалықты аш болсақ та, әйтеуір бір нәрсенің шындық екенін, бір ақиқаттың бар екендігін шынымен ақ түсіндік сол кездерде. Құдайға шүкір. Мен кітап оқып жүрген, мен кітап оқымай қойған кездерім болған емес. Үнемі кітап оқып жүретін. Мынандай қолға ұстайтын кітап, болмаса аудио кітаптар. Көбінесе көп тыңдайтын. Оның ішіндегі сөздердің сабақтастығы, адамның ойының тереңдігі, терең түйсіктегі оқиғаларды әдемі тілге жеңіл қылып жеткізе білу өнері маған мен таңғалдырады сол қызық. Осы сіз енді жайдарман саласында біраз жыл жүрдіңіз, әлі де жүрсіз ғой. Егер жайдарманшылардың барлығы жаппай кітап оқыса, жайдарманның деңгейі қандай болар еді? Мен осы Алматы филиалының директоры болған кезде 5 жылдай ма болдым, оның алдында редактор болдым. Қаншама әнелерім қазір танымал нелер бар. Блогер болсын, актер болсын, солардың арасында. Мен көбіне жиналыс жасайтынбыз, жиналыс жасаған кезде айтатынбыз, кітап оқыңдар, кітап көп оқыңдар деп айтатынмын. Тіл байлықтарың. Тіл байлықтан бұрын түйсік қой, таным ғой, адамның жан дүниесінің кеңдігі, шындығы, шындық. Сен өзіңнің шындығыңды тауып алмайынша, оның барлығы бекер. Оны қазір мысалы мен не істеп жүрмін, кеше не істедім, ертең не істеймін деген осы сұрақ. Мен не айттым, қазір не айтып отырмын, ертең не айтамын. Осы үш сұрақ бізді әрқашан мазаласа, осындай ой үстінде жүретін болса, қазақ азаматы, ол жақсы. Жақында сіздердің кітапхан жобаларыңызда Парасат Майдан деген шығарманы талқыладыңыздар. Сіздердің бір шығармаларыңыз ол бір кітап, ал бір кітап ол бір ғұмыр ғой. Дәл осы Парасат Майданындағы басты рөлдегі адамның екі болмасы бір-бірімен айқасады, бір-бірімен сөйлеседі. Сол Парасат Майданындағы кітаптағыдай сіздің ішіңізде екі болмыс өзімен күресетін сәттер болады ма? Сәттер емес, күніге онда. Мен әрдайым өмір сүреді менің бойымда ол нәрсе.
Мгм. Ол Төлен Әбдіктің жалпы жазғандығы да сол ғой, ана образ объект қой ол. Мгм. Ол барлық адамның бойында болу керек әрқашанда. Тек қана менікі дұрыс деген ғана түйсікпен өмір сүру, ол құрдымға кету екі дүниеде де. Жаңа кертартпа жағдай менде үнемі болып тұрады, үнемі ішімде. Мысалы мен қазір осы жерден шыққаннан кейін де машина айдап бара жатып мен де ойланамын, мына сөз дұрыс айттым ба екен, қажет жоқ па еді. Біраздан кейін басқа ой, жаман емес сияқты деген ой келеді. Осы екі ой мен әрқашанда, мына біреуді мен ренжітіп қойдым ғой бүгін деймін. Сәлден кейін, санаулы секундтардан кейін, енді ол өзі де солай айтып тұрады ғой, мен ол ренжитін ештеңе айтқан жоқ едім, қайтам енді өзі сондай болса дегенде екінші ой сөйлейді. Мгм. Мен осындай ой, ол тентек адамның несі емес. Бұл мен әрқашанда сүзгіден өткізем. Осы менде екі елек тұрады әрқашанда. Біреуі жақсы, біреуі жаман. Жаман емес, былай айтсақ қалай болады? Біреуі минус, біреуі плюс деген сияқты. Ә, Әрқашанда ол менде жұмыс жасайды. Мен өзіме көңіл толмау, Мгм. осы нәрселер. Ол Төлен Әбдіктің Парасат майданы деген сол, ол адамның бойындағы, кез келген адамның бойында болмауы мүмкін, бірақ егер сол бойында болса, ол нәрсені дұрыс қорыта білсе, ол бір сені бір басқа жақтан келіп мазалайтын бір жаңағыдай жын шайтан емес, Мгм. басқа жақтан келетін бір елес емес, сенің таяз білімсіздік түйсігіңе көрінген бір басқа нәрселер емес. Мгм. Асылында ол білімсіздіктен келетін нәрселер. Ал егер білімді адам, кез келген адам осылай таразылап жүрсе, мынауым дұрыс болды ма екен, мынауым бұрыс болды ма екен деген сияқты әрқашанда осылай жүретін болса, ол Мгм. жақсы. Парасат майданына мен соны оқимын, басқа білмеймін кім қаншалықты қалай түсінетіндігін. Мгм. Осы ақыл парасаты толысқан адам, ол төмен әзілдеуі мүмкін емес. Оны өзіңіз де білетін шығарсыз, әзіл саласында жүргеннен кейін. Қазіргі Жайдарманның әзіл саласына көңіліңіз толады ма? Білмеймін, енді мен ол әзілдерді сарапқа салатын адам емеспін. Оны әзілдерді сарапқа салған мен оны қаншалықты бізге оған ертеңге пайда береді. Маған сол маңызырақ. Жақсы әзіл, ол жақсы әзіл. Бір риясыз күліп, шынымен ақшаттанып, кәдімгі бір демалып қалатын кездер болады. Оның ағаттығы жоқ. Егер қолыңнан кеп тұрса, бойыңда сондай талант болып тұрса, тіл өнері, ойыңның жүйріктігі, біреудің қытығына тиіп құйтырқы сөйлеп тұрсаң, ешкімді ренжітіп алмайтындай дәрежеде, жаңағы тыңдаушы мен оқушыға оңай келіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деген сияқты, жақсы болып тұрса, айтушы да күлсе, тыңдаушы да күліп жатса, ол жақсы әзіл, жақсы әзіл. Шындықпен ұласып тұрса. Жайдарманшы ретінде біраз адамға аға іні болдыңыз. Сізді сыйлайтын, құрметтейтін жастар жеткілікті. Мұндай құрметке елену үшін қандай адам болу қажет? Өзіңізден кейінгі, сіздің ізіңізді қуып келе жатқан жастарға қандай кеңес бересіз? Шындық қой сол. Мен баяғыда мына жерде біздің жатақхана бар. Сол жерде 4-ші этажда тұрамыз. 5-ші этажда, 506 деген комнатада ма. Сол жерде мен өзім 4-ші курсты бітіретін жыл, сол 2009 жыл. 4-ші курс бітіретін жыл. Ол кезде бізде жұмыр деген команда болды. Мен, одан кейін менен кейін тағы бір 2 жігіт бар. Менімен қатарлас, құрдас. Одан кейін қалған команданың жігіттерінің барлығы 2 курс төмен оқиды бізден. Біз ертерек бітіріп кетеміз, олар тағы 2 жылда оқиды. Сол кездерде мен жігіттер, жаңағыны бізді спортпен айналысатын, жатақханада жүретін жігіттер бар, менімен құрдас. Солар балдарды жұмсағысы келеді жаңағы. Біздің бір курс төмен жігіттерді жұмсағысы келеді. Ан жаққа бар, мын жаққа бар, айтқан істегісі, олар істегісі келмейді. Сол қынжылып, барғысы келмей, сол кездерде бір айқай шудың арасында айтып қалғаны бар. Сол Хамит жұмсаса бәрін барасыңдар, біз жұмсасақ неғып қаласыңдар, сөйлеп қаласыңдар, үйтесіңдер, бүйтесіңдер. Сол кезде сөйтіп қалғаны бар.
Менде мынандай нәрсе болған емес. Мен еш уақытта біреуге үлкен екенмін, мен үлкенмін деген емеспін мен ешқашан да. Адамды Мен айқайлатып сыйлата алмайсың ғой. Ал сіз керісінше. сол жігіттерден ары қарай кішкентай болмасам, бері қарай мен үлкен емес, солардың дәрежесінде бірдей болып, әзілдесіп, ойнап, соған бірдей жүре бердім. Осы өскелең ұрпаққа сіз сияқты сыйлы адам болу үшін өз ортасында берер кеңесіңізді астын сызып тұрып айтып кетсеңіз, өйткені Нақтысы сол, ешқашан да өзіңді бөлме, өзіңнің бойыңдағы бір қасиеттерім бар екен деп ойлама. Мен үлкенмін, сен кіші едің ғой деген сияқты ондай ешқандай көзге көрінбейтін ондай не болмау керек. Махаббат жақсы көре біл. Ініңе ізет болмаса кішіден құрмет күтпе еш уақытта. Ол әділетсіздік. Басқа біреулердің құрметін, басқа біреулердің мені сыйлау керектігін мен күткім келмейді. Кейде нәпсім қалап тұрса да, ол нәрсені мен дұрыс емес екендігін білемін. Енді мынау әлемдегі ең бір банальный сұрақ бар ғой. Әсіресе кітап оқитын адамға бұл сұрақ ұнамайды. Сіздің жақсы көретін топ 3 кітабыңыз деген. Мен сізге бұл сұрақты қоймаймын. Дегенмен, өзіңіздің осы уақытқа дейінгі оқыған кітаптарыңыздың ішінде бір фавориті бар шығар. Осы кітап ең ерекшесі дейтін. Айтып бере аласыз ба? Енді бұл жанрына қарай бөлінуі мүмкін әртүрлі болып. Өзім қазақ болғаннан кейін бізді толығымен қанымызбен жанымызға дейін әсер етіп кететін кітаптар болады бәрібір. Мысалы үшін мен Қабдеш Жұмаділовтің Дарабозын оқыған кезде мен бөтен жерде жүрген жоқпын. Ол жерде барлығы бір өзіме жақын. Қабанбай батырдың мінезін суреттеген кезде оның жұмсақтығын мен тіпті оның нелерін көп неғылмаймын, есімде де қалмаған, қанша жоңғарды өлтірген екен жекпе-жекте, қаншасымен қалай соғысқан, қылышты қалай ұстаған, ол жағы да қызық енді бәрібір, бірақ маған маңызды жағы ол жағы емес, маңызды жағы Қабанбайдың адамдығы, оның дархан табиғаты, оның жүрегінің кеңдігі, жан дүниесінің жазиралығы, сол нәрсеге ғашықпын. Сондай ағаларға шөлдейсің кейде. Сондай ағалар болса екен. Және мен өзім сондайларға еліктеп жүріп, өзі ол бір жаңағы осының алдында қойған сұрақ сияқты, мен де інілеріме солай болсам екен, інілерім мені жақсы көрсе екен. Қабанбайды қасында жүрген інілері жақсы көргендей. Ол нәрселерді оқыған кезде оның ішінде сөз сабақтастығы, не деген керемет сөз тіркестері бар. Өз Қабдеш Жұмаділов те тарихшы ғой. Сөздің майын тамызып тұрып, тарихпен түйіндеп отырып жазған кезде ол бөлек әсер етеді. Ал енді жалпы классикаға көңіл бөлетін болсақ, кітап оқу классикасының ішіне маған қатты әсер еткені Шыңғыс Айтматовтың Жампида романы, ол өте ерекше. Бір емес, үш бірдей бір-біріне ұқсамайтын оқиғаларды өзі сен ойламаған дәрежеде оны бір-бірімен будандастырып, соның ішінде қаншама адамдардың тағдырларын бір-біріне ұқсамай әркелкі қылып шығара білу, ол Шыңғыс Айтматовтың ғана қолынан келетін шығар. Одан кейін Шыңғыс Айтматовтың тағы бір ерекшелігі, ол басқа бұл кітапты оқып отырған кезде мен біліп отырамын примерно, осылай болады екен ғой деп. Шыңғыс Айтматов үнемі алдап отырады. Сенің ойың, ойлап отқан нәрсеңнен бұрылып кетіп отырады. Түсінікті. Осы кітап оқу мәдениетіңіз қандай, яғни кітапты аптасына неше рет оқисыз, немесе күн неше сағат оқисыз деген секілді ғой. Сол нәрсеңіз айта өтіңізші. Менде ол қалыптасып қалған тәртіп жоқ. Мен қалаған уақытымда кітапты алып жүре беремін, оқымай да қоя саламын қолымда ұстап. Мысалы, жаңа ұлымды тренировкасына апардым, сағат 10 мен 11-дің арасында сөзі, кітапты алып бардым өзіммен бірге. Бірақ ол кітап бүгін оқылған жоқ, өтінішке орай. Мен басқа да тірліктерімді жасадым телефонмен. Бірақ қолым қалт етсе, міндетті түрде кітапты ашып қайырып қойған бетімнен ары қарай жалғастырамын. Мен қазір оқып жүрген кезде 3, 4, 5 кітапты бірдей оқып жүре беремін. Қалаған кезімде алып, қайырылған жерінен ары қарай жалғастырып. Осы жақында сіздер әйеліңіз екеуіңіз сыр жобасында қонақта болдыңыздар. Енді мен ойлаймын, кітапты көп оқитын адамның бір отбасылық өмірде өзіндік бір қағидалары болмайды дегенге сенбеймін.
отбасыны берік ұстау үшін, отбасыны жаңағыдай ажыраспай, жаңағыдай ұрыспай, керіспей деген сияқты дүниелерді болдырмау үшін ұстанатын қағидаларыңыз қандай отбасылық? Үйленген кезде қазақ азаматы, бүкіл қазақ азаматы, қалада тұратыны бар, ауылда тұратыны бар, барлығы молдаға некесін қидырады ғой. Не үшін деген ар жақта үлкен сұрақтың артында үлкен заңғара жол жатқандығына ешкім үңіле қоймайтын шығар. Бірақ негізі маңыздысы сол ғой. Некеміз қиылғаннан кейін ол жерде жаңағы некемізді қиған адам арқылы біз сол жерде куәлік еттік Алланың алдында. Неке деген ол өте үлкен жауапкершілік. Ол бүгін ұрысып қалсаң ертең ажырасып кететіндей, саған жаңа ғана Мұхаммеджан Тазабектің айтқан өлеңі сияқты ағамыздың жаңадан Алла діні ұстаның зат емес қой, ұнамаса өзіңе қайтып берер деген сияқты. Отбасы болғаннан кейін бәрібір болады, барлығында сынақ болады. Ол ешкім жұп-жұмыр болып жарқырап өмірге шегілмейді. Барлығының өмірінде басында сынақтар болады. Өйткені бұл өмір сынақ өмірі, сынақ әлемі бұл. Соны түсіну керек, сынақ әлемін түсінуіміз керек біз. Қаншалықты мінезіміз, мен мінезім бір жайдарлы деп айта алмаймын. Менде мінезім өте қатты менің. Сабырсыздық танытып қаламын, ашушаңмын, айқайлап ұрысып тастаймын кейде. Ұлыма болсын, өзім інілеріме болсын. Бірақ көпке созбаймын. Бірінен бар, кек сақтамаймын, ыза сақтамаймын. Қазір ұрыссам, мен артынша қайтып татуласып кете беремін. Кім неғаннан кейін. Ал сіздің неңізге нақты жауап, жаңағы біз уәде берген некенің не үшін ол? Ол ертең Алланы, біз молданың алдында қиылған некеміз, ертең Алланың алдында барып жауап береміз. Барып. Әр қазақтың ер азаматы соны түсінсе, қаншалықты қиын болса да, талақ ету бар шариғатта да, енді ол өзінің жолдарымен, үкімдерімен, егер де солай ажырасып жататын болсаң, болатын шығар. Бірақ енді бәндігі шарт мұрт кетіп, тез шешім шығарып, ертеңді ойламай, тек қана бүгінгі ашумен ғана нәтиже шығара салу, білмеймін ол қаншалықты біздің қоғамға пайдасы тиетін, меніңше зияны болмаса пайдасы тимейтін шығар екі дүниеде де. Сол үшін қазақ азаматтары барынша таныса, тереңінен білсе, ертең Алланың алдына барған кезде сұралатындығы ол аманат қой. Келіншегің, бала шағаң ол сұралады. Сол үшін де жетілшіп біргесу керек шығар көп нәрсені. Осы инстаграмыңызда әйеліңіз екеуіңіздің бір араларыңызда ерекше махаббатты жиі салып тұрасыздар, бір-бірлеріңізге деген бір ерекше махаббатты көреміз. Осындай бір дүниеде осы әйеліңізге деген бір жанында бір бала сияқты болып кетеді екенсіз, видеоларыңыздан қарадық, бір өзіңізді еркін ұстайсыз. Сол бір дүниелерде тағы да бір ерекше ұстанымыңыз бар ма? Мен әйелімнің жанында өзімді бұлай ұстауым қажет, сырт жақта өзімді бұлай ұстауым қажет, отбасыма мен бұлай көрінуім керек, сыртта бұлай болуым керек деген секілді ұстанымдарыңыз бар ма? Енді үйде барынша еркін жүре береміз ғой, енді қанша. Мына сыртқа шыққанда, мысалы сіздің алдыңызға келгенде қолдан келгенше әйтеуір негізгі нәрселерімізді буып түйіп, соларды айтуға тырысамыз. Ол енді үйге барғаннан кейін аяқ созып тастап футбол қараймыз, кітап оқимыз, балаға айқайлап қоямыз арасында. Менде не жоқ, үйде ешқандай шек жоқ. Қолдан келгенше ешқандай жаман сөздер айтпауға, орынсыз ашулана беруге, жалпы ашуланбауға тырысамын. Өйткені балдарым ғой, үлкен перзенттерімнің алдында мен өте дұрыс болуым керек, халықтың алдында емес. Мен үйде еркін боламын, мен еркін болдым деп ол бетіммен кетпейміз. Бірақ үйдің өзінің тәртібі. Қолдан келгенше сол тәрбиелеп отқан балдарымыз ертең бізден үлгі алса, егер де өзіміз сол айтып жатқан сөзімізге лайық болмайтын болсақ, ол ешқандай да тәрбие емес деп, сондай түйсік бар менде өзімде. Мына сыртқа шыққан кезде енді мен ешқашан да біреудің көзі үшін өзгеріп не алмаймын, қалай бармын солай жүремін. Құдайға шүкір әйтеуір. Осы Абай атамыз айтады ғой, әлемді өзгерткің келсе, әуелі өзіңді өзгерт, кейін барып отбасыңды өзгерт деп айтады да. Дәл осы балаларыңызды кітап оқуға баулайсыз ба өзіңіз секілді? Кейде үйде
жаңа ерте кітаптар бар, үшеуін оқытқызып қойып, үлкенім 2 оқиды, қызым 1 оқиды, одан кішкентай садикте, сол үшеуіне бір ертегілерді арасында ғана оқып келіңдер де маған мағынасын айтыңдар деймін, түсінгендерін. Келіп айтып жатады әйтеуір сол арнайы бүйтіп қатты бүйтіп қадалып не қылмаймын. Балдарға еркіндік беремін, өйткені балалықты көру керек қой оны қатты. Жаңа Мұзаффар Әлімбаев ағамыз айтқандай, баланы бағындырудан бұрын бағынуды үйрен деп. Сол кейде бағына алмай қаламын мен. Кейде бағына алмай қаламын. Соны маған жаным келеді менің. Осы бала тәрбиесінде енді қазір бөліп тастады ғой. Зумер, альфа деген сияқты әртүрлі бөлінді. Және де олардың тәрбиелеу жолдары да әртүрлі болып жатыр. Бұрынғы бізді тәрбиелеу жолы оларға уже өтпейді. Сондықтан да бір өзіңіздің ойыңызда қағидалар, бала тәрбиелеген кезде осы нәрсені ұстанса бала дұрыс тәрбиеленіп шығады деген дүниетанымыңызда ой бар ма енді? Жоқ, менде ондай ой жоқ. Егер де сондай ойда жүргендерді білмеймін қаншалықты әділетті жасап жүргендерін олардың. Өйткені мен еш уақытта айта алмаймын, баланы былай жасасаң дұрыс тәрбие бересің деп. Менің үлкен бір миссиям осы ұлымның перзенттерінің алдындағы міндетім, егер аман тұратын болсам, Алла маған күш қуат беріп тұратын болса, қай жақтан келгенін және қай жаққа кетіп бара жатқанын түсіндіре алатындай, соған мені себепші етсе екен деймін, жаратушымыз. Өзінің елін сүйсе екен деймін, риясыз, ешқандай бір праздник бірдеңелерді әйтеуір көк туды көтеріп алып суретке түспей-ақ, ондай нәрсе жасамай-ақ, о жүрегіңде кешегі қаншама біздің ата-бабаларымыз, қаншама аға әпкелеріміз аңсап кеткен тәуелсіздіктің, аңсап тілеп кеткен тілектің қабыл болған түрі өміріміз біз қазір. Осы нәрсені түсінетін ұрпақ болса екен. Және алаңдаймын мен олар. Ертең олардың өмірі қалай болады? Қандай қоғамда өседі? Мысалы мен қазіргі менің ұлым көріп жүрген, ұлым жасап жүрген, ұлым жеп жүрген, ұлым киіп жүрген нәрсенің мен 1000-нан бірінде істеген емес. Өзімнің соның жасында 2-ші класс оқып жүрген кезде. Мен содан кейін мен ойыммен қараймын, қалай болады? Алладан сұраймыз әйтеуір. Қолдан келгенше ықпал жасаймыз. Бүйтіп тұрып, былай тәрбие беру керек, анандай тәрбие беру керек деген қазір көп шығып кетті ғой. Мен келіспеймін. Білмеймін, олар қаншалықты олардікі дұрыс. Бірақ кез келген отбасының өзіндік қағидасы бар. Әке деген асқар таулығы қайда? Егерде далада біреудің баланы бүйтіп тәрбиелеу керек деген несіне қарап отырып өмір сүретін болса, әке деген асқар таулығы қайда оның? Әке ма өзінің әкелік саясымен өсіреді баланы. Маған мен мұқтаж емеспін ондай нәрселерге, мысалы үшін. Мен және де қаламас едім сондай нәрселерді. Бала тәрбиесіне үйту керек, бүйту керек, сөйту керек. Жоқ, балаға бер, еркіндікті бер. Балаға бер, сен дархандығыңды, қазақы дархандығыңды бер, қазақы батылдығыңды. Оған тілмен айтпай-ақ қой, өзің солай өмір сүр, бала сенің алтыңнан келеді. Оны қазір үйтпе, бүйтпе деп, онсыз-ақ санамыз шаршап, миымыз ауырып жүрген кезде баланы үйтіп тәрбиеле, бүйтіп тәрбиеле деп, не керегі бар ондай нәрсені мысалы үшін. Мен түбегейлі оған қарсымын. Еркіндік, ғашықтық, махаббатты үйрену керек бала деген. Махаббатты үйренген адам, жанында махаббаты мен сезімі бар адам, ол ешқашан да ешкімге қиянат жасамайды. Ол барлық нәрсенің қадір қасиетін түсінеді, достықтың да, өзінің адал жарының да, отанның да, мына әлемнің де, Раббысының да барлығын қадір қасиетін түсінеді. Өзінің де қадір қасиетін түсінеді. Жан дүниесінде сұлулық, махаббаты бар адам, ғашықтығы бар адам. Ол бәндегідей үйту керек, бүйту керек деген нәрселеріне мен өз басым қабылдамай деген ондай нәрсені. Сіздің осы өзіңіздің өмірлік жолыңыз бір адамға өнеге. Енді өміріңізден осы жас аралығында біршама дүниені бастан кештіңіз ғой. Қызығы да болған, қиыншылығы да болған шығар. Осы өзіңіздің өмірлік жолыңызды егер кітап қып жазар болсаңыз, немесе жазар болса бір кісі, атын қалай қояр едіңіз? Білмеймін, мен оны жазар едім, жазбас едім. Сонда айтсам, осы сұраққа бәлкім жазамыз келешекте, бәлкім жазбаспыз. Оны жазған менде мені қажет тұтқан адамдар сөйлейтін шығар мен жайында. Мен не істеймін өзімді қоғамға пихать етіп.
Мен өзім жақсы жолда жүрсем, қоғам менен жақсы тұстарымды ала береді ғой. Ең бастысы менің зиянын тигізіп қоймасам болды қоғамға. Менің үлкен нем осы алға қойған мақсатым. Зияным тигізіп қоймасам екен, кемшілігімді көрсетіп қоймасам екен әрқашанда. Мынау әлеуметтік желіде сіздің поэзия оқыған өлең шумақтарыңыз таралып, енді миллионға дейін қаралымдар жинап жатқандығы ол жасырын емес. Егер сізге қолқа салсам қазір бір поэзия оқып берсеңіз, өйткені сіздің поэзияңызды көрермендер де сағынып қалғаны сөзсіз. Көбісін көп жерде оқып жүрмін ғой мен оны. Жаңа анау өтесін замандарым құпиян көп ұқпаған түсінбеген. Әкем менің жек көрген адамдарын жалыны жоқ сорлы деп мүсіркеген. Алдан үңкар үміттің жолын көрем, жанымнан жалын көрем, мүсіркетпе тағдырым, мен ешкімге мүсіркеген адамның қолында өлем. Ерлер заманына өң берген, ерлер азба шапағатын ел көрген, керісінше сақал мұртын күнге қартқан қарттар бар жасы 100-ге келгенмен. Даңқы асқақ ел рухын асқақтатқан деңгейдің, жас шағында жалыны жоқ жігіттің, жас шағында дарыны жоқ жігіттің, ертең ерлік жасарына сенбеймін. Қай кезде де бола алмайды жарлығын, аяу керек жастық отын ерте өшіріп алғандардың барлығын. Жаңағы айтып отырсыз ғой, жас көрініс деп. Аяу керек жастық отын ерте өшіріп алғандардың барлығын. Өз Мұхтар Шаханов ағамыздың негізі несі бағыты сол ғой. Жаңағы мысалы мен айтып жатқандай сол кісілерден жұққан ғой соны. Ол кісілер ана несі мысалы жаңағы бақыттысың артаң сайын көзіңді, сұлулыққа суарудан қашпасаң, қартайдым деп алдай көрме өзіңді, қарттық жаспен өлшенбейді ешқашан. Ол әңгіме жаттауды емес, әңгіме түсінуде ғой. Әңгіме түсінуде. Негізі осы Мұхтар Шахановтың 7-ші түйсік деген өлеңіне жан берген бірден бір адам сіз секілдісіз. Өйткені сізден кейін ол поэзияны мен де жаттадым, сіздің шабыттанып, шабыт алып дейді ғой. Бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет, келгеніңізге, сыйлап, құрметтеп. Енді көрерменге де бұл пайдалы болады деген ойдамын. Түйінмен соңғы сөзіңізді көрерменге ақыл кеңесіңіз болса, дәл осы кітап жөнінде айтып өтсеңіз. Ана Мағжан Жұмабаевтың өлеңі бар ғой. Мен сүйсем қысып сүйем деп. Сол сияқты оқыған кезде қысып оқу керек та, құшақтап тұрып. Қана қысып сүйем деп несін айтып жатыр. Ол енді физикалық көзқарасты айтып жатқан жоқ қой Мағжан Жұмабаев. Оның білмеймін, мен түсініп тұрмын енді оны. Қалай түсіндіретінін білмеймін. Солай ең бастысы жаңағы кітапты көп оқыған сайын адам өзін таба береді екен ғой бұл өмірден. Көп кітап оқыған адам ол өзінің еліне және өзінің өміріне пайдасы тимей қоймайды. Жүрегімен түйсігі дұрыс болса. Осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Алшының ашық алаңында болған Хамит Ердехан және жүргізушісі мен Мадина Хали. Достар, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.